Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Жанна, арнаға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге біз бүгін 2016 жылғы В заперти фильмін талқылаймыз. Портман отбасы оңаша үйде орманда тұрады. Бұл күні Стивен есімді жігіттің ата-анасы баланы жазғы мектепке жіберуге шешім қабылдады. Өйткені ол өзінің мектебінен шығарылды. Стивен бұл шешімге қуанышты емес екенін айтып, және көлікте ол әкесін бәріне кінәлайды. Әкесі анасы екеуінің тек жақсылық тілейтінін түсіндіруге тырысады. Бірақ жігіт ашулана бастайды. Оның ашуы соншалық ол әкесімен тікелей көлікте төбелесе бастайды. Нәтижесінде олар апатқа ұшырайды. 6 ай өтеді. Мэридің өмірі қатты өзгерді. Қазір оның күйеуі жоқ, ал ұлы айналасында не болып жатқанын түсіне алмайтын мүгедек болды. Мэри ұлының өмірін қолдайды және оған қамқорлық жасайды. Ол балалар психологы және Стивеннің жанында болу үшін үйінің жанында жұмыс істейді. Оған Том есімді бала келеді. Ол жетім бала. Байланысқа түсуге тырысқанда ол агрессивті әрекет етеді. Бірақ Мэри баланың мейірімді екенін көреді және оған тек көмек керек деп санайды. Томды алып кетіп және өзінің мінез-құлқына байланысты ол енді мұнда келе алмайды. Бірақ қатаң интернатқа ауыстырылады деп шешеді. Мэридің көмекшісі оған интернеттен Стивенге ұқсас жағдайларға жауап береді. Бұл жігіт шынымен де туған емес. Мэридің бала кезінде асырап алған баласы. Ол оны арнайы жерге беру туралы ойлайды. Өйткені оның ұлы енді жоқ екенін тек денесі қалған түсіну үшін, бірақ екінші жағынан ол болған оқиға үшін өзін кінәлайды. Ол психиатр доктор Уилсонмен әңгімелеседі және ол шешімін толығымен қолдайды. Кешке ол жігітті жууға барады, ал ол суға түскенде Мэри оны суға батыра бастайды. Бірақ бұл қорқынышты түс болып шығады. Мэри қазірдің өзінде ұйықтағалы жатыр, бірақ үйдің сыртында біртүрлі дыбыстарды естиді. Қауіпсіз болу үшін ол 911 нөмірін терген телефонды дайын ұстайды. Біреу машинаның терезесін сындырады. Бұл баспанадан қашып кеткен Том болып шығады. Мэри оны үйіне апарып, телефон арқылы баланың бар екенін айтады. Ол оны үйінде қалдыруды және онымен бірге тұруын өтінеді. Осы кезде оның бөлмесінің есігі кілтпен жабылады. Ол оны ашып, баланың жоқ екенін және көшеде есігі ашық тұрғанын көреді. Таңертең полиция келіп, баланы іздеу басталады. Мэри өзінің әдеттегі өмірін жалғастыруда, бірақ ол келесі түні баланың тағдырына алаңдайды. Оған сыртта біреу, яғни орманнан айқай шыға бастайды. Бірақ бұл да қорқынышты түс болып шығады. Таңертең оның сессиясында жас жігіті бар, ол жоғалған балаға өтірік жан ашып жүрген барлық адамдарды менсінбейтінін айтады. Бұған дейін ол жетімге ешкімнің ісі болған жоқ. Жігітті әкесі алып кетеді. Ол әкесі Мэриге қырындауды шешеді, бірақ ол оны кері қайтарады. Кешке Мэри Стивенді ұйықтатып жатқанда дәлізден қандай да бір дыбыстарды қайтадан естиді. Тек қазір бұл түс емес. Осы кезде Стивен оның қолынан ұстап алады, ал Мэри оны әдеттегі құрысу деп санап төсекке кетеді. Түнде ол оянып дәлізде Томды көреді. Содан кейін ол жоғалып төсегінде пайда болады. Бірақ бұл түс немесе галлюцинация болды. Мэри баланы шынымен көргеніне сенімді. Бірақ доктор Уилсон оның психологиялық жарақаты бар деп ойлайды. Ол кешке дәрі-дәрмектерді тағайындау үшін қан анализін жіберуді сұрайды. Кешке Мэриге Даг келіп, Мэри одан жоқ деген жауап бергені үшін кешірім сұрайды. Олар бірге керемет кеш өткізеді. Мэри ұлын төсекке жатқызып, диванда ұйықтап қалады. Бірақ көп ұзамай оянып, өзін маңызды емес сезінеді. Ол біреудің соққысын естіп, Стивеннің жоқ екенін және қабырғадан дыбыстар шыққанын көреді. Оны балалардың қолдары ұстап алады, бірақ есікті тарс жауып тастайды. Таңертең ол сол жерде еденде оянып, галлюцинация бар деп ойлайды. Стивен төсегінде жатыр, бірақ оның бетінде сызаттар пайда болды. Мэри дәрігерге қоңырау шалып не болғанын айтады. Ол шынымен болып жатқанның бәрі немесе оның үйінде елес қоныстанған деп ойлайды. Дәрігер оған сенбейді және антидепрессанттарды тағайындайды. Кейінірек теледидардан баланың табылғаны туралы хабарланады. Соны естіп Мэри сәл тынышталады. Бірақ жертөледе кішкентай есіктен шыққан оғаш дыбыстарды ести береді. Осы кезде Даг келіп, оны тағы бір рет демалуға шақырады. Ол оған баланың әлі күнге дейін таппағанын айтады. Жаңалықта қорытынды жасауға асықты. Мэри ұсыныстан бас тартып, есіктегі құлыпты бұзуға барады. Бірақ оны доктор Уилсон алаңдатады. Ол анализдерге байланысты оған бейне қоңырау шалып, мұндай дәрі-дәрмектерді қабылдауға және өзін-өзі емдеуге болмайтынын айтады. Олар ақыл-ойға әсер етеді және тіпті дұрыс емес дозадан өлуі мүмкін. Бірақ Мэри бұл не туралы екенін түсінбейді. Ол ешқандай дәрі қабылдаған жоқ. Дәрігер мұны анализ көрсетті дейді. Мэри де
өзі де Стивен сияқты дәрі қабылдайды. Ол не болып жатқанын түсінбейді және қоңырауды тастамай кетіп қалады. Ал дәрігер камерада Стивеннің жүре алатынын байқайды. Док қалалық әкімдікке жете алмайды. Полиция шақырады және оған барады. Мэри өзі құлыпты бұзып тірі Томды табады. Ал артында оны ұлы күтіп тұр. Ол оны байлап жуынатын бөлмеге әкеледі. Онда ол 6 ай бойы оның жанында болу үшін ауру болып көрінгенін түсіндіреді. Кішкентай жігіт пайда болған кезде анасы оны алмастырмас үшін оған араласуға тура келді. Ол оған таблетка беріп кетіп қалады. Мэри әрине қолын оңай шешіп жүрек айнуын тудырады. Содан кейін ол бірден баланы құтқаруға барады. Жігіт психологиялық ауытқуға ұшыраған. Анасын оны қуып жібергісі келеді деп айыптайды. Ал бұған жол бермеу үшін баланы өлтіру керектігін айтады. Мэри ұлын оқталмаған мылтықпен ұрып Томның шешілуіне көмектеседі. Олар бірге шкафта жасырынып, Стивен оларды тапқан сәтте дәрігер келеді. Ол үйге кіреді, ал жігіт оған ойланбастан пышақ салып анасын іздеуге барады. Мэри шығып доктың келгенін көріп, ол баланы құтқар деп айтып өледі. Мэри екінші есікті ашуға тырысады. Бірақ сол жерден ол жігіт өлтірген Дактың денесін табады. Мэри үйден шығудың жолын тауып баланың сыртқа шығуына көмектеседі. Бірақ оның өзі үлгермейді. Ол актерлік шеберлікті қосып жігітке оның дұрыс екенін айтады және ол онымен қалады. Бірақ кейін оның қолын күйдіріп Томның артынан қашып кетеді. Стивен оларды тез жағаға шығарады. Анасын ол өлтіргісі келмейді, сондықтан ол бірден баланың артынан барып, оны суға батыра бастайды. Мэри бұған жол бере алмайды. Ол балға алып бір соққымен өмірін аяқтайды. Содан кейін баланы судан шығарып үйіне апарады. Біраз уақыт өтеді. Мэри болған оқиғадан айыққан сияқты және ол Томмен бірге оның жаңа анасы болу үшін құжаттарды рәсімдеуге келеді.